Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен дайындалу жолы өте оңай әрі қарапайым заттардан жасалатын, лаваштан жасалатын рулетті дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл рулетті қонақтарыңызға, дастарханға ұсынсаңыз да немесе өзіңізге тіске басарға дайындасаңыздар да өте оңай жасалатын рулет. Ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын үккіштен өткізіп аламыз. Мен бұл рулет үшін осындай плавленый колбасный сырды пайдаландым. Сіз қалауыңыз бойынша басқа сырларды да пайдалануыңызға болады. Барлық керекті заттардың құрамын описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Кейін колбасаны өткіземіз. Колбасамызды үккіштен өткізіп аламыз, және де кез келген ас көкті пайдалануыңызға болады. Менде жасыл пияз, укроп немесе зелень қолдануға болады. Енді лавашымызды алып, үстіне майонезімізді жағып, барлық жеріне біркелкі бірдей қылып жағып шығамыз. Мен бірінші колбасаны салдым, барлық жеріне осылай сеуіп шығамыз. Сіз өз қалауыңыз бойынша заттардың реттілігін өзгертуіңізге болады. Кейін үстіне тағы да бір лавашты қоямыз да, тағы да майонез жағамыз. Майонезді міндетті түрде біркелкі етіп, лаваштың барлық жеріне жағып шығу керек. Сол кезде лавашымыз құрғақ болмайды. Егер сізге майонез ұнамайтын болса, орнына творожный сыр немесе қаймақ пайдалансаңыз болады. Екінші реттілікте мен ас көкті пайдаландым. Кейін үстіне тағы да бір лавашты қойып, майонезімізді жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша лаваштың көлемін өзгертсеңіз болады. 2 лаваштан немесе 1 лаваштан рулет орауыңызға болады. Менде 3 лаваш, ең соңында осылай сырды сеуіп шықтым. Барлығын біркелкі етіп сеуіп шыққаннан кейін осылай рулет орайтын боламыз. Шамаңыз келгенше қатты тығыз етіп орағаныңыз жақсы болады. Оралған кейіндегі лавашымызды пищевой пленкамен орап, холодильникке кем дегенде 1 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде дәмі кішкене сочнылау болып шығады. Рулетімді кесіп көрсетемін қазір. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі әрі сочны болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақтарға, дастарханға ұсынсаңыз да қонақтарыңызға ұнайды деген үміттемін. Немесе өздеріңізге тіске басарға дайындасаңыздар да болады. Өте дәмді, түрі де әдемі болып шығатын рулеттерді міндетті түрде дайындаңыздар. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және тіркеліп қойыңыз.